ишектериңиз ооруп жүрсө және катып жүрсө, үлкен дәретке барганда шықпай жүрсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем құрметті алтын достарым, бүгінгі видеода ішектерді қалай тазартамыз. Видеоны жалғастырмас бұрын достар, каналыма тіркеліп лайк басып және колокольчикті басып достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Достарыңызға дәл осы ақпарат дәл қазір қажет болып тұрған шығар. Проблемасын шешетін шығарсыз. Сондықтан да достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бір күнде қалай тазалаймыз және белгілерін айтатын боламын. Белгілері: ауру сезімдері және нәжісте қан аралас диарея, тәулігіне 20 рет болатын диарея, іштің түйіліп ауруы, тамақ ішуге деген қызығушылығын жоғарылауы, дене температурасының жоғарылауы, үнемі болатын диарея салдарынан көп салмақ жоғалту, үнемі қан кету салдарынан гемоглобин деңгейінің төмендеуі, іштің ауруы, құрысулар, жүрек айну, қысу және тәбеттің төмендеуі, жылдам салмақ жоғалту. Осы ішектерге негізі күн сайын таңертең ерте тұрғанда аш қарында жылы су ішу керексіз. 2 стакан жылы су ішіңіз. 40 градустағы жылы су, күнде солай жасаңыз. Сол кезде сізде іш қату болмайды, ішектеріңіз тазаланып шығады. Таңертең жылы сумен тазаланып шығады. Жылы су ішкеннен кейін 1 сағат тамақ ішпей тұра тұрыңыз. Дәл қазір бір күнде ішекті тазалау әдісін көрсететін боламын өзім дайындап. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыз. Ішекті тазартатын керемет қарапайым әдіс. Ол үшін бір қасық, үлкен қасық мед аласыз. Бір үлкен қасық мед, соны 1 стакан суға саламыз. Жақсылап араластырып, сосын осыны ішеміз. Таңертең, обедте, кешке 3 мезгіл ішесіз. Денсаулық ол Алланың берген аманаты. Соны ұмытпаңыздар достар. Сау болыңыздар.